Бүгінде автомобильдерді тіркеуге қатысты мәселе бар. Алайда жүргізушілерге қайғырудың керек жоқ дейді. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі әкімшілік полиция комитеті төрағасының міндетін атқарушы Қайсар Сұлтанбаев айтты. Оның айтуынша 20 қаңтардан бастап қазақстандықтар көліктерін 200 мың теңге төлеп заңдастыра алады. Оларға қойылатын нақты өлшем шарттар төмендегідей. 2022 жылғы 1 қыркүйекке дейін көлік Қазақстанға жеткізілуі тиіс. Іздеуде болмауы қажет. Басқа мемлекетте бұрынғы тіркелген жері бойынша есептен шығарылған болуға тиіс. Кедендік тазартудан өтуі керек. Ережелер 2023 жылғы 1 шілдеге дейін күшінде болады. Және жеңіл көліктерге, шағын, орта автобустарға және шағын жүк автомобильдеріне, оның ішінде оң жақты басқару органдары бар автокөліктерге де қолданылады. Тіркеуге жататын шетелдік көліктердің жылына және экологиялық сыныбына талап қойылмайды, деді Қайсар Сұлтанбаев. Жүргізушілер көліктерін заңдастыру үшін өтінішті электронды үкімет порталы арқылы немесе мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына барып бере алады. Көлік иесі 4 құжатты ұсынуы шарт. Өтініш берушінің жеке басын куәландыратын құжат, көліктің паспорты немесе көлікті тіркеу туралы куәлік, көлікке меншік құқығын растайтын құжат. Жүргізуші өтініш пен құжаттарды тапсырғаннан кейін көлікті автоцонаның тексеру пунктіне нөмірлік агрегаттарды салыстыру үшін ұсынады. Салыстыруды ішкі істер органдарының сарапшы-криминалисті жүргізеді. 2 күнде көлікті заңдастыруға болатыны болмайтыны туралы шешім шығарылады, деді басшы. Көлік иесіне ақпарат уақытында жіберіледі. Автомобиль тексеруден сәтті өткен жағдайда өтініш берушінің ұялы телефонына көлікті тіркеу үшін автоцонға келу керектігі туралы хабарлама жіберіледі. Онда келгенде көлік иесі алғашқы тіркеу үшін 200 мың теңге, техпаспорт үшін мемлекеттік баж үшін және сондай-ақ мемлекеттік нөмір мөлшерінде алым төлейді. Әрі құжаттардың түпнұсқасын автоцон қызметкеріне тапсырады, деді. Тіркеу біткеннен кейін автомобиль иесіне Қазақстанның тіркеу құжаты мен мемлекеттік нөмірлері беріледі. Алайда ол шетелдік көліктерді тіркеуге қатысты мәселе барын атап өтті. Біріншіден, бұл Армениядан жеткізілген көліктерге қатысты. Соңғы 2 жылда елімізде біраз армян автокөліктері тіркеуге алынды. Заңдастыру кезінде осы көліктерге қатысты мәселе толық шешіледі. Ішкі істер министрлігі аталған автомобильдерді Армениядан тіркеуден шығару үшін біраз іс-шара өткізіп жатыр. Екіншіден, қосалқы бөлшектер ретінде Қазақстанға келінген көліктер бар. Олар республикада қолданылып жатыр. Қазір олар бойынша жұмыс жүргізіп жатырмыз, дейді әкімшілік полиция комитетінің төрағасының міндетін атқарушы. Сондай ол қазақстандықтарды сабырға шақырды. Әрбір көліктің иесі автомобилін заңдастыру үшін көлікпен бірге құжаттарын алып автозондағы тіркеу бөліміне келуге тиіс. Онда барлық құжатты зерделеп, көлікті тексеріп, кейін әр автомобиль бойынша жеке шешім қабылдаймыз. Қазір бұл мәселе үшін қайғырудың қажеті жоқ. Мәселе толық қаралады. Жалпы Ішкі істер министрлігі президент тапсырмасына сәйкес Қазақстан азаматтарының бүгінгі проблемасын шешуге бар күшін салады, деп өз сөзін түйіндеді.